Алақандай ауыл болғанмен біздің ауылымыз берекетті, сондай мәдениетті, орыс араласқан, басқа ұлт араласқан, өте сауатты, сондай болды ғой біздің ауылымыз деген. Одаққа белгілі ауыл ғой жаным ау. Балығыменен, байлығыменен керемет адамдар басқарды. Мына Жұмағали әкеміз дегеннің керемет енді оның іскерлігі бәрі. Бала болсақ та бәрін білеміз. Ауыл біздің ұмытылатын ауыл емес, жаным, бақытты бол, мәңгі бақи жүрегімізде. Балдарменен жарысып шомылатын едік, анау кемеден жағаға дейін жарысатын едік, о жарықтық. Соның бәрі айдынға баратын едік, о айналайын, бәрі айтатын жоқ оның енді. Ауылға барып, осы айдынға барып шомылғандай болып отырмыз, айналайын. Не деген керемет естеліктер. Мың жаса жаным, өмірің ұзақ болсын. Істеген жақсылығының бәрі бала шағаңа, ұрпағыңа дарысын жаным. Өте керемет, осы ауылдың ішінде жүргендей болып, көзімізден жас алып оқимыз, сағынамыз елді. Өліп қалған туған жерімізге жан бітірдің ғой жаным ау, айтатыны жоқ. Барлық естеліктердің бәрін, адамдардың сөздерін тыңдап, кәдімгі араласып жүргендей болып отырмыз. Адам баласына үлкейген сайын туған жер, ата бабаң, және бала кезіңде ойнаған жерлер есіңе түсіп, сағынышпен еске алып отырасың. Жақында мен ұялы шатынан Амандық ініміздің, Амандық Құрманбаевтың "Біз сондай халықпыз" деген хабарын тыңдадым. Иә, біз сондай халықтың ұрпағымыз. Ұялы елді мекенде туғанымызға мақтануымыз керек. Сол ұялының төл перзенті Ұзақбай Қараманов, тәуелсіз Қазақстанның тұңғыш үкімет басшысы, ұялдан шыққан, атаудан шыққан. Менің бір байқағаным, сол 772 жылдары Бектауда өмір сүрген кезімізде, біз сол кезде Қаламқас, мен де қыз жігітпіз. Мен мектепте пионервожатыймын, Қаламқас клубта кітапханашы, сол Бектауда үйленген жігіт болып, қыз болып, Қаламқас екеуміз екен. Құдайға шүкір, қазір бала шағамыз бар. Екеуміз де пенсияға шықтық, немерелеріміз бар. Екеуміз үйде осалқын шай ішіп отқан кезде ұялыны, Бектауды, Қосшоқыда әңгімені айтамыз. Шалдар туралы, ағаларымыз туралы, шешелеріміз туралы, бір ойнаған балдар туралы. Екеуміз үйленгеніміз жалпы қуанамыз. Міне біздің ұялының жігіттері, ұялының адамдары осындай еді ғой, бір-біріне қамқор, бауырмал. Амандық інімнің "Біз сондай халықпыз" деген қаулын тыңдап отырып, иә, біз сондай халықпыз, сондай халықтың ұрпағымыз. Бізде теңіздің берген қасиеті өте көп. Әке шешеміздің, аталарымыздың, ата бабамыздың жүрген жерінен естелікті қайталап көріп, қуанып отырмыз. Бірдеңе есіме түсіп отыр. Анау қаңырап қалған кемелерше сыртта қалып қойған, соны біз бала кезімізде сол есіме түсіп тұр. Қасымыздағы жолдас дос қыздарымызбенен барып ойнаймыз, ананы екінші этаж, бірінші этаж деп каютаға түсеміз. Аяғымызға жаңағы тақа киіп мұғалім боламыз дейміз бе, білмеймін, әйтеуір ол кезде мәтөк жіп бір кішкентай шығыршық ағашта болатын еді ғой, соны шешеміздің жібін тез жаңағы таусылғанын аламыз, таусылмаса басқа жіптің үстіне орап тастап, нәскидің ішінен шығыршықты аяғымызға тықылдатып байлап алып, кемеден мініп түсіп ойнайтынымыз есіме түсіп тұр, тық етіп тұр. Сол тақа киюге жетпейміз деп ойладық па, білмеймін, енді кішкентай 7-8, 9 жасар, 10 жасар баламыз ғой енді. Сол есіме түсіп жатыр. Ой, жарықтық, сонда біз соны тартылғанда білмегенбіз ғой, баламыз ғой. Бұл суға неге шығып қалған, мынау кеме бізге ойнауға шығарып қойған ба деп ойнағанбыз ғой енді. Сонда деген новый кемелер сол күйі тұр, краскілер шетінен кете бастаған. Әкелеріміздің айдаған кемесі ғой, иә, біздің әкеміз Чкаловты айдаған. Сол кезде ойлаймын, жаңағы кім айтып атқан, қорқуды білмейміз ғой. Бір жаққа қайықпен барамыз ғой, қайда барсақ та, біздің автобусымыз, машинамыз сол қайық қой. Қолымды суға салып отырсам, сол бір күні папам көз түсіп кетті. Ай, балам ау, қолыңды бірдеңе тістеп алар,
қолыңды суға салма деген емес, селкет аға, бұның ішінде не бар қолың тістейтін деп. Балық болса да қолың тістеп алады, қолыңды салма дейді. сонда анау еңкейіп алып қолымды суға салып отыратын болғанмын ғой. иә, сол есіме түсіп жатыр менің. ой, жарықтық-ай, көп нәрселер. мына осы чат ашылмағанда осының бәрі ойымызға түсер ме еді, осындай қауқылдасып әңгімелесер ме едік. алла риза болсын әрқашанда саған. балдарыңның қызығын көр, амандық.